Наурыз көнеден келе жатқан мереке. Қыстан аман шыққан халық наурызды асыға күтеді. Барлық қуаныш пен жақсылықтың бастауы болсын деп тілектерін де білдіріп жатады. Наурыз мерекесінен балалар да шет қалмады. Ұлық мерекені балабақшада атап өтудегі басты мақсат салт дәстүр, наурыз құндылықтарын дәріптеу. Бұл бала тәрбиесіндегі басты қағида. Осындай игі шара номер 43-ші Алмаз бөбекжай бақшасында қош келдің әз наурыз тақырыбында өтті. Наурыз айы жаңағы табиғаттың жаңарып, барлық тіршіліктің оянатын кезі. Сол кезде барша мұсылман қауымы наурыз мерекесін тойлайды. Біз де сол дәстүрден қалмай, осы біздің бақшамызда осы салт дәстүрді, рухани құндылықтарымызды бала бойына сіңіруді мақсат етіп, барлық ата-ана, бала бақша, тәрбиеші үшеуінің арасындағы мықты орнаған бірлікті көрсету мақсатында осы іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Балабақшаның 12 тобы арнайы 12 киіз үй тігіп, 12 түрлі салт дәстүрден қойылым дайындап келіпті. Мерекелік шарада кішкентай бүлдіршіндеріміз түрлі ұлт өкілдерінің және қазақтың кесте, домбыра, қаражорға сынды ұлттық билерін билеп, әуелеткен әсем ән шырқады. Бүгінгі Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 43-ші Алмаз бөбекжай бақшасында наурыз мерекесі өтілуде. Бұл мерекеге осы мекеменің қамқоршы кеңес төрағасы ретінде қатысып жатыр. Бүгін наурыз мерекесін атап өту себебіміз балалардың бойына құндылықты, қазақи дәстүрлікті сіңіруде. Ата-аналар комитеті және білім басқармасынан осы ауызбіршілігі жарысқан ұжыммен бірге наурыз мерекесін тойлаудамыз. Әз наурызда балаларымызға арнайлап киіз үй ішінде асқа толы дастархан жайылып, мерекенің бастағымы болған наурыз көже қойылды. Ал балабақша қызметкерлері салт дәстүрлерді сахналап үлгі көрсетті. Мерекеге ақ жаулықты әжелеріміз келіп, балаларға тілек айтып, ақ баталарын берді. Бүгінгі мынау наурыз мерекесіне қатысып отырмын Алмаз балабақшасына. Бұндағы көріністер, балдардың істеп атқан сөздері өте маған күшті ұнап отыр. 2 жылдан бері осы балабақшаға 2 немеремді алып келемін. Балдарға өте жақсы мәдениет үйреткен, өте жақсы би, өнер дегендерді үйретіп тастағанын. Кішкентай балапандарымызға өте ырза болып отырмын мен. Ал 280 баланы қамтып отырған бұл мекемеде балалар лайықты тәрбие алып, тарих пен тағылымға сусындап өсуде. Баланың кішкентай күнінен осындай қазақилықты бойына сіңіріп өсуіне бар жағдайды жасаймыз дейді тәрбиешілер. Мына ұлыстың ұлы күні әрбір отбасына қуаныш, бақыт әкелсін. Қош сау болыңыздар.